білімді болу керек, парасатты болу керек. Білім мен парасат екеуі қатар жүрген уақытта біздің әлемнің бар мемлекеті мойындайды, қазір мойындап та жатыр. Біздің енді қазір 6 құрлық танитын Қазақстан деген Азияда алып ел бар екендігін әлем мойындады. Енді одан әрі қарай оның бақытының, тәуелсіздігінің баянды мәңгілік елге болу үшін біз не істеуіміз керек деген сұрақта мен басты біз білімге қарай бұруымыз керек. Өте Нұрхан әдемі сұрақ қойдың. Ал енді мәңгілік ел болып қалыптасу үшін сен мен біз осы мемлекетке адал болуымыз керек. Адалдылық деген сол, ол өзіңе деген адал болу. Адам өзін жақсы көрген уақыт. Бүгін бізде мысалы Қазақстанда анандай қиындық, мынандай қиындық деп шетелге кетіп жатыр. Бірақ шетелге барып ешкімнің маңдайына олар май шелпекке түсіп